Ұлттық телерадио ассоциациясының ұйымдастыруымен Ақтау қаласына келдік. Бұл енді семинар, мастер-класс десек те болады. Бұл жалпы менің өзімнің тәжірибеммен бөлісу. Журналистермен, жалпы бұқаралық ақпарат құралдарымен қалай жақсы қарым-қатынасты ұйымдастыру жайы бойынша. Неге десең, менің тәжірибемде пресс-службаны басқардым, бұқаралық ақпарат құралдарында басқардым, екі жақта да істедім. Сондықтан екі жақтың да қыр-сырын білемін. Кімге қалай жол табу керек, өзімнің алдына қойған мақсаттарына қалай жету керек, журналистпен қалай дос болу керек, журналистке пресс хатшымен қалай дос болу керек. Сол жалпы осы мастер-класста халықаралық тәжірибелерді көрсетемін және бір-екі видео дайындап алып келдім. Министрлердің қалай істеу керек екенін көрсететін мысалдар бар. Және қалай істеу керек екенін. Бұл семинар емес, бұл мастер-класс. Семинар мен мастер-класстың үлкен айырмашылығы бар. Конференция мен брифингтік сияқты. Брифингте тек ақпарат таратасың да журналистер сұрақ қоймайды. Конференцияда сұрақ қоюға мүмкіндік бар. Бұл жерде де сондай. Мастер-класс деген тек қана өзінің тәжірибемен бөлісу және аздаған болса да білім беру. Тәжірибені бөлісу ғой ең біріншісі. Ал семинарда ол кәдімгідей оқулықпен отырып алып сабақ оқып, сонымен сабақ біткеннен кейін не түсінгенін айтып бересің деген сияқты. Қатып қалған бір қағида жоқ. Күнде өзгеріп тұратын нәрсе, әсіресе ақпарат алмасу деген. Сондықтан өз адамға байланысты, өзінің көзқарасына байланысты және бір бойына біткен таланттарына байланысты. Егер ол Европаның немесе Ресейдің немесе өзінің ойлап табатын бір әдістері болса, пайдаланылу керек. Ең бастысы ол нәтиже. Нәтижесінде жұмыс істеп отырған орнының беделін көтеру, жұмыс істеп отырған орнындағы ұжымның жетістіктерін көрсете білу және қазір бір қисық ой бар. Пиарщиктер, пресс-службалар адамдардың өзінің бастығының, мысалы, скандальный ақпарат дейді, дұрыс емес ақпарат дейді, бедел түсіретін ақпараттарды жою деген жұмыс ондай болмау керек. Пиар қызметі сондай жағдайды болмайтын әдіс қолдану керек. Орын алмайтын әдіс қолдану керек. Сол кезде ақты ақ, қараны қара деу керек. Жалпы екеуі де ғылым ғой. Мысалы, кезінде Әл-Фараби атындағы университетте қазіргі журналистика факультетінің ішіне пиар кафедрасын ашқан. Сол кезде мен звондап ректорға айтқам, ол дұрыс емес. Неге десең, пиар журналистиканы басқарады да, журналистика пиар басқара алмайды. Журналист, кез келген пиар жұмыскері журналист бола алады. Бірақ кез келген журналист пиарщик бола алады. Неге десең, журналистика деген бақ қой. Бақ деген пиардың инструменті. Осы бірден кеткеніме бір жылдай болып қалды. ақш-қа барып бірнеше жерден оқып келдім. Елге оралғаныма 2 ай болды. 2 айдың ішінде көптеген ұсыныстар түсті. Америка жағынан баққа барып басшы болды. Бірақ ол шақыруларды қабылдамадым. Өзімнің жобаларым бар. Құдай бұйырса, соны қазір іске асырып жатырмын.